Аманат партиясы жастар рухы жастарға төрағасы Нұржан Жетпісбаев. Біз енді осы қайғылы апат болған күннен бастап бүкіл мемлекет бойынша Аманат партиясы жас рухтастар 1000-нан астам азамат әртүрлі гуманитарлық заттарды қабылдау бойынша қабылдау пункттерін аштық. Кешеден бастап Аманат партиясының тарапынан келіп жатқан алғашқы гуманитарлық көмектердің легі келіп жатыр. Бүгін біз Нұр-Сұлтан қаласынан таңертең ерте келдік. Таңертең сағат 7-де 50 шақты адам екі бекетте заттарды қабылдап, түсіріп, соны қайғы жапа шеккен азаматтарға таратудамыз қазіргі кезде. Ең бастысы мақсатымыз әрине алғашқы келген заттарды тарату, үлестіру, соған көмектесу. Екінші еріктілердің жұмысын үлестіруге көмектесу, қолға босату. Үшіншіден әрине барынша қайғылы жағдай алған орындарды қалпына келтіруге өзіміздің септігімізді тигізіп кету. Жалпы әлі де Түркістан облысынан, Павлодар облысынан, басқа да өңірлерден, Ақмола облысынан қосымша еріктілер келеді. Біздің есебімізше осы өңірде 450-500 адам еріктілер жұмыс жасайтын болады осы уақыттың ішінде. Вкратце, буквально с того дня, как случилась трагедия, скажем так, в Костанайской области, весь Казахстан, Аманат, в том числе политическая партия Аманат, одной из первых по всей стране объявила мобилизацию. Мы открыли точки сбора гуманитарной помощи, объявили о сборе денежных средств для погорельцев. Безусловно, главная цель – это не оставить в беде в такой ситуации жителей Уликольского района. И молодежное крыло партии Аманат сегодня одним из первых мы приехали сюда 50 волонтеров. Планируем, что будем помогать в роздаче товаров первой необходимости, продуктов. Вместе с тем будет организована работа волонтерских групп, которые будут прибывать. По нашим подсчетам 450-500 человек сегодня выехали из разных точек Казахстана для организации работы. И если получится, принимать участие в восстановительных работах в Уликольском районе. То есть достаточно продолжительное количество времени мы планируем здесь побывать, помогать, пообщаться с людьми, постараться, может быть, в каких-то других вопросах подсобить. И партия Аманат никогда не будет оставлять в такой ситуации жителей, людей, которые когда-то поверили в Аманат и верят сейчас вместе с Аманатом.